Ассалаумағалейкум көпшілік, шаруалар, диқандар. Баршаңызға биыл Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мадақ. Биыл шөп молынан, қазақ жерінде шөп жетерліктей. Енді осы орайда баршаңызға бір үндеу айтқым келіп отыр. Шөптің бағасын енді көтермеңіздер. Себебі былтырғы қатты көтерілген шөпке таластың арқасында көптеген малдар, көптеген шаруаның малдары аштан қырылды. Батыс өңірі, Арал өңірлерінде недеген көптеген шығындар болды. Енді сіздерге бір мысалды айта кетейін. Диқандар және де диқаннан алып сататын ағайын бауырлар. Бұл жерде сіздер бағаны көтерген сайын уже шаруалардың қолдарында ұстайтын малы болмайды. Бәрі малын сатады, бәрі малынан құтылуға тырысады. Егерде шаруада мал болмаса, сіздің шөбіңіз кімге керек? Оны да бір сәт ойланып қойыңыздар. Міне, мынау не деген батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық деп, оны үстін бағаны артып қоса берудің қажеттілігі жоқ. Биыл Алланың қалауымен шөп деген молынан. Сол себепті мына шаруалар сіздерге де айтайын. Мына жерде таласып, тарбаласып, оны барынша көп қылып алып қоюдың қажеттілігі жоқ. Алыңыздар, өздеріңізге жеткілікті санаулысын алыңыздар. Биыл шөп кәдімгі табиғат, Алланың берген сыйы, табиғаттың шөбі де жетеді, қамыс та жетеді, жоңышқа да жетеді биылдыққа. Құрметті жамағат, баршаңызға айтарым, әсіресе мына ортада алып сататын ағайындар, барып диқаннан аласыздар. 350 теңгеден, қазір мысалы үшін басынан барып 350-ден де беріп жатыр диқандар. Соны барып аласыздар дағына әкеліп 800 теңгеден деп, 700 теңгеден деп бағаны қоясыздар. Кішкене қанағат қылайық. Былтыр түсіндік, мейлі, диқандардың да жағдайын түсінді шаруалар. Баршаңыз бағаны көтердіңіздер, шөп аз шықты, жарайды деп барша шаруалар түсінді сіздерді. Енді биылғы сәт сіздер шаруалардың жағдайын жасауға тырысыңыздар. Бағаны 500-ден асырмайық ағайындар. Шөптің бағасы 500-ден аспасын. 500-ден асады ма, алмаңыздар. Бұл шөп жиналған сайын өздері одан кейін сатады. Былтыр мысал үшін арпалысып жұрттың бәрі 1000 пресс, 2000 пресстен алып сатарлар алып үйлеріне жинады. Одан не болды? Қазір 500-ден де сатамай отыр. Сонда бұл сатылмай тек қана құр жиналып қойған шөптен не пайда? Одан алып сататын кісіге де пайдасы жоқ, ол халыққа да пайдасы жоқ. Босқа бұл шірейді, жатып шірейді ол жоңышқа. Одан да халыққа пайдасы тиетін әрекетін жасайық, ағайындар. Халықта мал көп болған сайын, төлдеп төлі көбейген сайын, диқандардың да саудасы жүреді, яғни шөпке сұраныс артады. Сол үшін ойланайық, осы үндеуді бүкіл Қазақстанға таратайық, ағайындар. Бұл баға деген, ақша деген адамның қолдың кірі. Оны ұстап қалу да, оны шарықтату да өзіміздің қолымызда. Сол үшін бір болайық, бір-біріміздің сөзімізді қолдайық.